Сәлеметсіздер ме көрермендер? Біз переводыға кіреміз. Одан кейін біз Золотая корона деген бар. Біз Золотая корона кіреміз. Страна деген қай ел поддержка жасайды, Золотой корона келісімде мына Бахрейн. Көп емес, мына қарап отырсаңыздар. Кешіріңіздер, жетеді екен. Мен просто басқа банкте көргенде санаулы ел болды. Мына жерде кәдімгі қомақты ел бар екен. Сондықтан қаперіңізге салып қойайын. Так, мына жерде бір ел таңдайсыздар. Қазақстан дей берейін, город. Қаланы таңдайсыздар. Маған ұнайтын Бахрейн. Қалан. Мынада 3-ақ қала бар. Бахрейн кішкентай ел бар. Катар, Доха бар, сосын кішкентай ел дейтін Алматы қаласы сияқты елдер бар. Испания. Дамыған елдерде жететін бар бәсе. Бәсе. Так, давайте Штаты да көрейік. Бірақ Штаты неге? Бірақ бар Штаты, бірақ таңдалмайды. Қызық ба? Так. Мына жерде фамилия жазамыз. Получательдің алатын адамның атын жазамыз, отчествосын жазамыз. Так, выберите кб дейді. Резидент па ол? Сол елдің резидент. Просто налог төлеп отқан адам болса болды. Сол ел. Валюта переводы. Теңгемен жүруі болады. Евро, доллар, рубль. КЗТ. Так, получательдің несін жазамыз. Так, жазып маңызды емес. Контактыңыздан таңдасаңыз болды. Так, мына жерде көріп отқандай картаны таңдаймыз өзіміздің. Так, ең астына түсеміз. Сумманы жаздым. Галочка қойдым. Расчет болсам. Әрине, көбісі 500 теңге жібермейді ғой. Әрине, 10 мыңнан басталатын бар. Комиссия. Ол елге де байланысты ол Золотая корона. Так, комиссия Золотая корона дейміз. Ан жерден де білуге болады, просто мына жерде. Қызық, қазір көрейік. Тариф нелер жақсы екен комиссия. Бірақ процент екен. Мынада да 1%. Бір компанияда Молдова. В общем, комиссиясы кәдімгі. Так, все, пересчет бассайк. Перевести басамыз. Так, мен енді чек 150 өзгертіп тастадым енді. Көбіне Золотой коронаны аударғанда бірақ алмаймын. Так, 50 теңге комиссия, ол не суммаға байланысты комиссия бересіз. Избранный қосылады, детали, вернуться переводы. Так, енді наличными кез келген банктен алуға болады. Және еще приложениені алуға болады. Так, приложение ішінде. Сосын, егер банкке номер Золотой коронамен ақша алғым келеді дейсіз, номер жазасыздар. Осындай сообщение келеді. Қолданбаны қосымша жүктеп аласыздар. Достар, мен мыңға өзгерттім. Мына жерде отказ келіп тұр. Мына жерде исполнен. Повторите, получательдің аты жөні болады. Исполнен келді ақша. Уже ала береді. Так, айттым ғой, приложение арқылы алады. Повторите аламын, чегін жібересіздер, поделиться деп.